Ал Dart тілінің негіздерін қарастырайық. Бірінші кіріспе. Dart тілі Google компаниясымен шығарылған, ол қосымшалар жазуға арналған тіл. Біз енді осы тілді өту барысында мына сынақ алаңын қолданамыз. Сізге де осыны қолдануға кеңес беремін. Бұл жерде кез келген команданы жазып, оның нәтижесін көруге болады. Енді қазір кейінірек көреміз. Енді барлық программалау, яғни бағдарламалау тілдері сияқты Dart'ың да өзінің стилі бар. Осы сабақ барысында, осы курс барысында айнымалы мен операторларды, класстар, функциялар, шарттар мен циклдар, комментарий, дерекхана мен пакеттер, мәліметтер структурасын бәрін өтіп шығамыз. Ал кеттік. Алғашқы Dart кодымыз. Әдеттегідей Hello World мысалынан бастайық. Бізде мына код экран бетіне Hello World мәтінін шығарады. Бұл жерде main функциясы ол Dart тілінде алдын ала анықталған функция болып табылады, яғни predefined дейді. Dart тіліндегі бағдарламаны іске қосқан кезде ең алғашқы осы функция орындалады. Мына print деген командамыз ол мына жақшада берілген мәтінді экран бетіне шығарады. Енді осы функция қалай жұмыс істейтінін мына сынақ арқылы тексеріп көрейік. Ол үшін print дейік. Print Hello World. Енді мына run батырмасын бассақ, айтпақшы мына жерде мынандай қателерді көрсетіп отырады. Яғни бізде команда өтірік нүкте арқылы біту керек деп көрсетіп тұр. Енді runды бассақ, бізге консольға Hello World мәтінін шығарды. Тағы бір мысал. Бұл жерде n деген айнымалы жарияланып отыр. Оған hello мәні меншіктеліп отыр. Сосын print n арқылы n ішіндегі мәлімет экран бетіне шығарылып отыр. Мына жерде қате кетті. Негізі string болу керек. Енді осыны сынақ арқылы жасап көрейік. Бірінші string дейміз. n және мына мәтінді көшірейік. Өтірік нүкте және n. Енді run бассақ, дәл жаңағы мәтінді экран бетіне шығарып отыр. Енді Dart тіліндегі типтерді қарастырайық. Dart тіліндегі типтер, негізгі типтер ол numbers, яғни сандарды сипаттайтын тип, string ол мәтінді сипаттайтын тип, booleans ол ақиқат, жалған, яғни true және false булеандық мәндерді қарастыратын тип, list және maps ол мәндердің тізімін сипаттайтын типтер. Осының ішіне numbers'ты қарастырайық. Dart тілінде numbers'ның екі түрі бар. Ол біріншісі integer, екіншісі double. Integer деген ол тек қана бүтін сандарды сипаттайтын тип, яғни өтірден кейінгі сандарды ол сипаттай алмайды, тек қана мынандай бүтін сандарды ғана қарастырады. Осы типті жариялау үшін біз int кілт сөзін қолданамыз. Мысалы қарастырып кетейін.
мысалға int дикта j.10 осыны экран бетіне шығарайық. Ранды бастық. Бізге G айнымалының мәнін экран бетіне шығарды. Егер біз мысалға 0.9 десек, онда бізге қате шығады. Өйткені int типі үтірден нүктеден кейінгі сандарды қолдамайды. Тек қана бүтін сандарды қолдайды. Енді double типі ол үтірден кейінгі сандарды қарастыра алады. Сондықтан біз double деп терейік. Сол кезде біздің қатеміз кетіп қалды. Енді ранды бассақ, осы мәліметті экран бетіне шығарады. Енді string типін қарастырайық. String типі әріптер тізімін сипаттайды, яғни әріптер тізімі демек қойғанда мәтін деп айтайық. Мәтінді сипаттайтын тип. Егер мысалы біз адамның атын, мекен-жайды сақтау керек болса, онда string типін қолданамыз. Бұл тип string кілт сөзі арқылы сипатталады, яғни жарияланады. Тырнақша не апостроф символдарымен екі жақтан алынады. Мысалы flutter, мына жерде тырнақша, немесе апостроф, ол да string типі болып саналады. Енді соны қарастырып кетейік. Мысалы string дейміз да, name айнымалысын жариялап, соның ішіне ғани дейік. Және экран бетіне шығарайық. Егер run бассақ, name айнымалысының мәні экран бетіне шығады. Алдында айтып өткенімдей, бұл жерде не тырнақша, не апостроф символын қолдана аламыз. Екеуі де string типі болып саналады. Көргеніңіздей, бұл жерде апостроф символы ешқандай қате тудырған жоқ. Келесі тип ол boolean типі. Boolean типі логикалық тип болып саналады. Оның екі ғана мәні болады. Біріншісі true, екіншісі false. Boolean типін жариялау үшін біз бұл кілт сөзін қолданамыз. Енді қарастырайық. Мысалы бұл is active. Мысалы бізге true деп көрсетіп көрейік. Is active. Енді run бассақ, бізге консоль бетіне true мәні шығады. Сол сияқты false мәнді сол типке жатады. Енді list және map типтерін қарастырып кетейік. List және map типтері Dart тіліндегі объектілер тізімін сипаттау үшін қолданылады. List объектілерін реттелген тізім сипаттайды, яғни өзінің индекстері болады. Сол индекске сәйкес мәнін алуға болады. Dart тіліндегі list типі басқа тілдердегі массив типіне сәйкес келеді. Яғни егер Pascal сияқты тілдерді білсеңіз, ол бізде ол жақта массив деген тип бар екенін білер едіңіз. Dart тілінде ол list деп аталады. Maps мәндер тізімін кілт мән, яғни key value pair дейді. Сондай мәндерді сипаттайды. Осы типтерді қолдану үшін Dart core дерекханасы қолдану керек. Және бұл типтер list және map кілт сөздер арқылы анықталады. Енді осы типтерді қазір қарастырып кетейік. Мысалы list деп алайық. Countries. Біріншісі Kazakhstan, Turkey,
Кыргызстан. Енді принт арқылы солардың мәнін шығарайық экран бетіне. Жалпы біз countries деген листті анықтадық, жарияладық. Оның үш мәні бар. Яғни біріншісі Қазақстан, екіншісі Түркия, үшіншісі Кыргызстан. Және әр мәнің өзінің индексі болады. Дарт тілінде индекс 0-ден басталады. 0, 1, 2. Осы индекс арқылы біз countries тізімінің мәнін оқи аламыз. Countries мысалы 0 десек, біздің экран бетіне Қазақстан деген мәтін шығу керек. Көріп тұрғаныңыздар міне. Енді мысалға 2 десек, бізде Кыргызстан шығады. Map типін қарастырайық. Map типін жариялау үшін бірінші map кілттік сөзін жазу керек. Одан кейін айнымалының атын жазамыз. Мысалға бізде employee detail және map типін нақты көрсетіп кету үшін біз фигуралық жақшаны қолданамыз және мәндерін беруге болады. Мысалы name Малика, salary мысалы 300.000 теңге болсын айлығы, және citizenship Қазақстан. Көріп отырғандарыңыздай, мына map деген ол кілттік сөз болып табылады. Ол бізде map типті айнымалыны жариялау болып табылады. Одан кейін айнымалының аты, яғни employee details, және сол айнымалға меншіктеліп жатқан мән. Мына жерде қайтадан қате шығып жатыр. Біз үтірлі нүктені ұмытып кетіппіз көрсетуге. Енді бұл жерде name, salary, citizenship деген ол key, яғни кілт болып табылады. Малика, 300.000 Қазақстан деген ол value, яғни айнымалы болып табылады. Немесе мәні. Айнымалы емес, мәні ғой. Енді осы кілт арқылы біз мәнін шығарып көрейік. Ол үшін мысалы print дейміз. Employee detail. Мәнін алу үшін біз тік жақша дейміз да, осы жерге кілтті береміз. Мысалы name. Осы кезде бізде Малика деген сөз шығу керек. Екіншісінде мысалға citizenship деп көрсетейік. Citizenship. Енді run бассақ, бізде мынандай нәтиже шығады, яғни Малика және Қазақстан. Енді айнымалы деген не екенін түсіндіріп кетейін. Айнымалы деген ол жадыда белгілі бір орын алатын және сол жадыға берілген ат деп қарастырамыз. Яғни сол жадыдағы орын белгілі бір өлшемі болады және сол жадыдағы орын белгілі бір атау болады. Сол атау бізде айнымалының аты болып саналады. Біз айнымалының атын идентификатор деп есептейміз. Яғни бізде mains data деген ол айнымалының аты, ол жадының ішінде
мына мәліметті сақтайды. Енді идентификаторға қатысты талаптарды қарастырып кетейік. Идентификатор ол айнымалы, константа, функция сияқты бағдарлама элементтеріне берілетін атау. Ол әріптен және саннан құрала алады, бірақ идентификатордың аты саннан басталамайды. Яғни, мына мысалды қарастырып кетейік. Мысалы біз int дедік та, year 2021 дейік. 2021 year 2021. Мына көріп отырғаныңыздай, бізде идентификаторда әріптен және саннан тұрады. Егер біз мысалы санды идентификатордың алдына қоятын болсақ, онда бізде қате шығады, өйткені Dart тілі саннан басталатын идентификаторды қабылдай алмайды. Run десек, сәйкес түрде бізде қате шығады. Сондықтан біз не әріптен тұратын, не әріптен және саннан тұратын идентификатор беруіміз керек. Біріншіден, идентификатор мына төменгі сызықша дейді, және доллар символдарынан басқа арнайы символдардан құрала алмайды. Яғни арнайы символдар деген нүкте, үтір, мысалы слэш сияқты, немесе жұлдызша сияқты символдардан тұратын идентификатор біз құра алмаймыз. Екіншіден, идентификатор ретінде кілттік сөздер қолданыла алмайды. Кілттік сөздер дегеніміз не? Ол Dart тілінде алдын ала анықталған кілттік сөздер. Яғни, оның тізімін біз мына кестеден көре аламыз. Яғни, await, break, case, catch, get сияқты, for, no, new деген сияқты сөздерді біз айнымалының аты ретінде қабылдай алмаймыз. Мысалы, біз new десек, бізге компилятор ұрсатын болады, өйткені бізде new деген кілттік сөз болып табылады. Яғни, жаңа объектіні құрған кезде осы кілт сөз қолданылады. Сондықтан біз оны идентификатор ретінде қолдана алмаймыз. Үшіншіден, идентификатор бірегей болу керек. Егер мысалы біз бір рет int year деп мысалы мынандай мәнді меншіктеп жарияласақ, біз екінші рет int year 2021 тен мысалы 20 деп қайтадан жариялай алмаймыз, өйткені мына айнымалы алдында жарияланып кеткен. Сондықтан біздің идентификаторымыз бірегей болу керек. Ең болмағанда осы бағдарламаның ішінде бірегей болу керек. Идентификатор регистрге сезімтал. Ол дегеніміз не? Мысалы, біз year 2021 дедік те, кейін дәл сол қосымша бағдарлама орындалу барысында біз мысалы year 2021 деп айнымалы жарияласақ, онда бізде екі айнымалы екі түрлі болып саналады. Мысалы 2020 десек, run бастық. Көріп отырғаныңыздай, мысалы мына айнымалыны бірінші шығардық, оған 2020 меншіктедік,
және 2020 мәнін шығардық. Бұлай теріс қарай жасасақ та мына айнымалының мәні өзгермейді. Көріп тұрғанымыздай 2020 шықты, 2021 шықты. Яғни мына айнымалының мәні мына орындалған кезде өзгерген жоқ. Өйткені ол өз алдына бөлек айнымалы болып саналады. Және соңғы талап ол идентификатор идентификаторда бос орын бола алмайды. Яғни біз мысалы идентификатордың аты ER2021 деп жаза алмаймыз, өйткені ол бізде қате туындырады. Сондықтан идентификатордың арасына бос орын біз қоя алмаймыз. Жарайды. Ал енді бос орындар мен жаңа жолды Dart бізде оқымайды десек болады. Яғни тап, бос орын немесе enter сияқты символдарды Dart бізде оқымайды. Оны қалай түсінуге болады? Мысалға, мысалды өшіріп жазайық. Int j 5 дедік. Және print j дедік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде біз enter символын енгізсек те бізге ешқандай программа ұрысып жатқан жоқ. Сол сияқты мысалы бос орын қалдырмасақ та ешқандай қате шықпайды. Бос орын көп шығарсақ та ешқандай қате шықпайды. Яғни Dart бұл символдарды ескермейді. Сол үшін қолдана беруге болады. Dart регистрге сезімтал болып табылады. Яғни мысалға біз int j-тен 5 дедік, одан кейін int j-тен 7 дедік. Бұл жерде мына j мен мына j екі түрлі айнымалы болып табылады. Яғни мысалы біз print j үлкен j десек, екеуі де екі түрлі мәнді шығарып тұр. Яғни мына j басында 5-ке болып, оған 7 меншіктесек те мына мән өзгеріп тұрған жоқ. Өйткені мына j мен мына j екеуі екі түрлі. Яғни Dart регистрге сезімтал болып келеді. Сонымен қатар әр команда үтірлі нүктемен аяқталу керек. Яғни көріп отырғандарыңыздай, мына команда үтірлі нүктемен аяқталды, мына команда үтірлі нүкте және үтірлі нүкте. Егер біз мысалға үтірлі нүктені ұмытып кетсек, онда бізге Dart қате шығарады және команданы орындауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан міндетті түрде үтірлі нүктемен аяқтау керек әр жолды. Ал енді комменттерге кетейік. Dart тілінде комменттер ол компилятормен оқылмайды, сондықтан оларды естелік ретінде жазып отыруға болады. Кейін мысалы кодты оқыған кезде жеңіл болады. Ол кодты жазудың әдемі стилі болып табылады. Дұрыс стилі болып табылады. Сол үшін мысалы біз бүйтіп жазып кетуімізге болады. Days дейік мысалға, salary дейік. Мысалы күніне 5000 теңге айлық алады және
7 күн жұмыс істеді. Сонда бізде salary, daystik. Яғни біз мысалы бүйтіп жазып кетуімізге болады. Мынау бір күнде алатын айлық. Қанша күн жұмыс істеді. Осылай комментарий жазып кеткен кезде, мысалы кейін сізде 10.000 жолдан тұратын үлкен бағдарлама болған кезде, осы комментарийлардың арқасында сізге осы кодты түсіну әлде қайда жеңілдірек болады. Яғни ол жақсы стиль болып саналады, осылай комментарий жазған. Егер мысалы бірнеше жолдан тұратын комментарий жасағымыз келсе, онда слэш жасаймыз да, жұлдызша және жабу үшін қайтадан жұлдызша слэш. Яғни осы екі жол компилятормен өңделмейді, сондықтан мына команда орындалмайды. Яғни ранды бассақ, біздің экран бетке ештеңе шықпайды. Тағы да айтып кететін жайт, мына бір жолдық комментарий деген екі слэшпен жасалады дедік қой. Осы комментарий мынау жолдың аяғына дейін ғана жұмыс істейді. Егер мысалы мына жерге бір нәрсе деп жазсақ, ол комментарий болып саналмайды. Сондықтан сонда ескерген дұрыс. Енді final және const. Final және const ол кілттік сөздер болып табылады, константаларды жариялау үшін қолданылады. Дарт осы кілттік сөздер арқылы жарияланған айнымалы мән өзгертуге тыйым салады. Яғни бір рет сіз const деп жариялап кетсеңіз, онда кейін бағдарлама орындалу барысында сіз мына айнымалы мән өзгерте алмайсыз. P, area, val1 деген айнымалы мәндері сіз кейін өзгерте алмайсыз. Final мен const'тың қандай айырмашылығы бар? Әдетте const деген ол компиляция барысында мәні анықталған айнымалыларды, константаларды жариялау үшін қолданылады. Ал final деген ол компиляция барысында белгісіз, бірақ кейін бағдарлама орындалған кезде ғана мәні белгілі болатын константаларды жариялау үшін қолданылады. Сондай екі айырмашылық бар. Енді қарастырып кетейік. Мысалы бізде const дедік та, salary дедік. Мына жолды өшірсең. Біз const'ты salary 5.000 теңге деп көрсетіп кеттік. Енді бізге мысалға сол salary'ді өзгерту керек болса, мысалы 5.000 емес 7.000 теңге дедік. Print salary десек, онда бізде компилятор қате шығарады, өйткені бұл айнымалы константа болып табылады. Сондықтан біз осылай бұл айнымалы мәнін өзгерте алмаймыз. Енді операторларды өтейік. Жалпы бағдарламалау тілінде оперант және операторлар деген болады. Оперант деген ол мәліметтер болып табылады. Мәліметтер, айнымалылар. Ал операторлар ол мәнді шығару үшін операндпен орындалу керек операцияны сипаттайды. Яғни қосу, алу, бөлу, көбейту деген сияқты операциялардың бәрі ол операторлар болып табылады. Біз мысалда 7 плюс 3 өрнегін алатын болсақ, мұнда 7 және 3 оперант болып табылса, ал плюс оператор болып табылады. Енді операторлардың түрлерін қарастырып кетейік. Жалпы Dart тілінде операторлардың мынандай түрлері бар. Арифметикалық операторлар, теңдік және қатынас операторлары, типті тексеру операторлары,
биттік операторлар, меншіктеу операторлар және логикалық операторлар. Мен өз басым көбіне арифметикалық, теңдік, меншіктеу, логикалық операторларды қолдандым. Қалған ондай аса бір қатты қолданған емеспін. Типті тексеру, бірақ әрине бұл жұмыс барысында керек болуы мүмкін. Енді осы операторлардың түрлерін жеке-жеке қарастырып кетейік. Ең бірінші арифметикалық оператор. Арифметикалық операторлар ол арифметикалық операцияны орындауға керек операторлар, яғни қосу, алу, негативке түрлендіру, көбейту, бөлу, және бүтін бөлігін қалдыру, бөлігін қалдырын шығару, инкремент және декремент. Енді осы операторларды қарастырып кетейік. Мысалы бізде инттен 70 болсын, айнымалының атын ұмытып кеттім, және инт b-тен 80 болсын. Бізге енді инт c-ні шығару керек. Ол a плюс b болып табылады. Яғни бізде мынау оператор, мынау операнд болып табылады. Енді print деп c-ні экран бетіне шығаратын болсақ, онда біз мынандай нәтижені көреміз. Яғни 150. 70-ке 80-ді қосып, оны c-ға меншіктеді және экран бетіне шығарды. Сол сияқты мысалы бөлу операциясы бар. Мысалы 70-ті 80-ге бөлген кезде не шығу керек? Айтпақшы, бөлген кезде бізде бүтін сан шықпауы мүмкін. Сол үшін бізге Dart компиляторы ұрсып жатыр. Мынау int типі мына жерде қолданылмайды деп. Сол үшін біз оны double деп өзгерте саламыз. Енді run бассақ, бізде 0,875 шығып тұр. Тағы бір нені қарастырып кетейін. Мысалы b плюс деп кетейін. Сосын print b деп көрсетейін. Енді орындасақ, бізде b басында 80 болды. Плюс деген жаңа айтып кеткенімде ол инкремент, яғни 1-ге арттыру. Бізде басында 80 болды. Мына операция орындалғаннан кейін бізде 81 болып кетті. Сол сияқты декремент ол керісінше 1-ге азайтады. Көбінесе бұл командалар цикл орындалу барысында қолданылады. Енді теңдік және қатынас операторлары ол мынандай символдармен көрсетіледі. Мынау үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең, тең және тең емес деген сияқты операцияны білдіреді. Енді мынау мысалы бізде a b-дан үлкен болса, онда false, a b-дан кіші болса, онда true деген сияқты операцияларды көрсетеді. Көбінесе бұл өрнектер шарт if немесе case сияқты шарттарда қолданылады. Оны алдағы уақытта әлі қарастырамыз. Енді типті тексеру операторлары ол is және лепперге, яғни бұл типке ие емес деген сияқты мәнді білдіреді. Бұл жаңағы
біздің айнымалының типі қандай екенін тексеру үшін қолданылады. Меншіктегі операторлары тең, яғни А тең Б плюс С деген ол өрнегінде Б және С-ны қосудың нәтижесін А-ға меншіктейді. Сол сияқты мынандай оператор бар. Ол айнымалы 0 болған жағдайда ғана мәнді тағайындау. Оған қоса мынандай оператор бар. Ол плюс немесе тең, минус немесе тең, көбейту немесе тең, бөлу немесе тең. Енді осыны қарастырып кетейік. Аталып кеткендей, мынау меншікте болып саналады, яғни А айнымалысына 70 мән меншіктедік, Б айнымалысына 80 мән меншіктедік, және С айнымалысына А-ны Б-ға бөлгендегі нәтижені меншіктедік. Енді алдында өтіп кеттік инкремент деген. Бұл жерде автомат түрде 1-ге ғана арттырып отырады. Егер бізге 1 емес, мысалы 5-ке арттыру керек болса, онда біз мысалы былай жаза аламыз. Б плюс тең Б 5 десек, және print десек. Так, мына жерде түрлінектерін ұмытып кеттік. Енді ранды бассақ, бізде 81 емес, 86 болып шығады. Өйткені мынау өрнектің қысқарған түрі ғой. Яғни біз осылай жаза аламыз, бірақ осылай жазудың орнына бұлайда жазып кетсек болады. Осының арқасында біздің бағдарламамыз ықшамдалады. Сол сияқты B минус 5 десек болады. Мынаны комменттей салайық. Ол кезде бізде 86 емес, 76. Яғни 81 минус 5 76-ға тең. Енді логикалық операторлар қарастырайық. Логикалық операторлар бірнеше шартты біріктіру үшін қолданылады. Яғни мысалы 2 амперсант, бірінші шарт ақиқат болса, және екінші шарт ақиқат болса, онда ақиқатты қайтарады. Егер екі шарттың біреуі ғана ақиқат болса, онда жалғанды қайтарады. Мынау немесе дегенді білдіреді. Ол шарттардың біреуі орындалса, онда ақиқатты қайтарады. Яғни мынау ақиқат болып, мысалы мынау жалған болса, онда бізге бәрібір ақиқатты қайтарады. Яғни екі шарттың біреуі ғана орындалса, оған жеткілікті деген сөз. Мынау емес дегенді білдіреді, not ағылшынша. Яғни берілген шарттың теріс нәтижесін қайтарады. Мысалы, бізде А 11 болса, ал А 10-нан үлкен ғой. Яғни бізде 11 болғандықтан ол 10-нан үлкен. Демек, бағдарлама бізге ақиқатты қайтарады. Бірақ мына леп белгі тұрғандықтан біз ақиқатымызды жалғанға түрлендіріп аламыз. Бұл операторлар шарттарда өте көп қолданылады. Сондықтан біз болашақта қарастырамыз оны.